Қалдарыңыз қалай? Сіздермен Фариза бүгін ерекше тойымды хамир хасиб тағамын дайындайтын боламыз. Ендеше кеттік, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тұзымызды суға салып, жақсылап араластырып қоямыз. Еліктен өткізілген ұнның үстіне 2 жұмыртқаны салып, араластырып, қамыр бастырамыз. Бізде қамыр өте тығыз және қатты болып иленетін болады. Барлық мөлшерлердің барлығын описанияға қалдыратын боламын. Осылай жақсылап басын біріктіріп қамыр илеп аламыз. Содан соң иленген қамырды осылай 2-3 мәрте тығыздап, қайтарып, басын біріктіреміз. Бұл не үшін? Біздің қамырымыз әдемі шығу үшін. Содан кейін 30 минутқа салафанға кигізіп тындыратын боламыз. Оған дейін тазаланған күрішімізге ыстық су құйып бүктіреміз. 30 минут өткеннен кейін бабына келген қамырымызды қайтарып, 10-20 минутқа қайтадан қалдырамыз. Және пиязымызды жақсылап турап, ет тартқыштан тартып алсаңыздар да болады, болмаса осылай езіп алсаңыздар да болады. Және де тартылған еттің үстіне біз саламыз пиязымызды, бүктірілген күрішімізді, және де үстіне тұз, қара бұрышты салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Осылай салмасын дайындап қоямыз. Бұдан да басқа дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады, бірақ осылай да әдемі шығады. Ендігі кезекте бізде қамыр. Ендеше кеттік. Бабына келген қамырымызды 3 бөлікке бөліп, осылай домалақ пішінге келтіріп аламыз. Қамыр өте тығыз болып иленгенмен өзінің бабына келіп жұмсарып әдемі болады. Сол себепті еш уайымдамаңыздар, қамыр оңай жайылады. Ұн себе отырып, қамырымызды жайып аламыз. Мінекей жайылған қамырымызды өзіңізге ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Дәл мантыныкіндей 4 бұрышты болып бізде қамыр дайын болады. Маған осылай ыңғайлы, мен сол себепті осылай қамырды кесіп алдым, бірдей қылып, мінекей. Енді салмаларын салып дайындайтын боламыз. Салмалары осылай бір бұрышына ғана салынады. Қазір оралған кезде әдемі болып, ыңғайлы болу үшін. Хамир хасиб тағамының ерекшелігі осы қамырында және сыртының оралуында болып есептеледі. Сол себепті ешқандай қиындығы жоқ, оңай және қарапайым. Конверт секілді қылып орайсыздар. Мінекей қайтадан тағы көрсетіп жатырмын. Бір бұрышын алдық, салмасын орадық, екі жағындағы бұрышына келіп, қайтадан ораймыз. Міне дайын болды. Осылай мантаваркаңызды майлап салып аласыз. Дәл манты пісіргенде қылып пісіріп аласыздар. Енді сәбізіміз бен пиязымызды майға қуырып аламыз. Осылай турап, жіңішкелеп тураймыз, сәбізді үккіштен өткіземіз, қызып тұрған майға жақсылап екеуін салып, қуырып, томат салып дайындаймыз. Мінекей дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Мінекей өзбек тағамы хамир хасиб дайын болды. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін, өте әдемі болып шығады. Жасалу жолы да басқа, түрі де ерекше, дәмі де әдемі болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды осылай қуантып тұрыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен Фариза менің жаңа рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.